Алматыдағы жылу электр орталықтарында автоматтандырылған мониторинг жүйесі сынақ режимінде жұмыс істей бастады. Жаңашылдық өндірістің ауаға шығаратын зиянды қалдықтарын онлайн режимде бақылауға мүмкіндік береді. Игі бастаманың тағы қандай артықшылығы бар тақырыпты әріптесім Гүлмарал Изатқызы тарқатады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы жолдауында үкіметпен өнеркәсіп өз күш-жігерін энергия үнемдейтін және экологиялық таза технологияларды енгізуге жұмылдыруы тиіс екенін айтқан еді. Президент пәрменімен Алматыдағы бірінші жылу электр орталығында автоматтандырылған мониторинг жүйесі сынақ режимінде іске қосылды. Онда өндіріс ошағынан шығатын қалдықтардың көлемі есептеліп бақылауға алынады. Бізде жылу электр орталығында ТЭЦ-1-де 4 құбырда орнатылған, 5-ші, 6-ші және 7-ші, 8-ші бұл трубаларында. Осы жерде барлық көрсеткіштер көрсетілген, кетіп жатқан газдың қысымы, температурасы, одан кейін барлық компоненттер, NOx, CO2, SO2 және көмір қышқыл газының қаншалықты мөлшерімен кетіп жатқанын бәрін осы жерден анықтай аламыз. Сала мамандарының сөзінше жүйе толығымен автоматтандырылған. Сондай-ақ деректер нақты уақыт режимінде бірден еліміздің экология және табиғи ресурстар министрлігінің ақпараттық жүйесіне енгізіліп отырады. Мұндай жаңа жүйе Батыс жылу кешеніндегі 3 түтін құбырына да орнатылған. 2023 жылы қажет жабдықтары монтаждалып, ал биыл жылыту маусымы басталғалы бұл құрылғы деректерді көрсетіп, сынақ режимінде жұмыс істей бастады. Қалалық экология департамент өкілдерінің сөзінше жаңа жүйе экологиялық кодекске сай орнатылып жатыр. Заңнама талаптарының сақталуын қадағалау, оны реттеу біздің міндет дейді жауаптылар.